егер сіз бір нәрсені кейінге шегере берсеңіз, бұл сіздің жалқаулығыңыздан емес болуы мүмкін. Скорее болмайды. Мынау ғылыми зерттеу сонысын айтып жатыр. Неге байланысты дейді? Ол жерде сізге бір теріс эмоция тұр деген сөз. Теріс эмоция деген не нәрсе болуы мүмкін? Ол нәрсені жасайсыз, ішті пысырады. Бұл қызық емес просто. Екіншісі, ол әрекет жасаған кезде нәтижесін кейін сізді қанағаттандыру мүмкін, ұятқа қалуыңыз мүмкін, ұялу сезімі. Кейбір кезде ол әрекетті істейтін кезде кінәлі сезіну деген болуы мүмкін. Мысалы үшін сізге, мысалы айтайық, жүйелі түрде күнделікті сторис түсіру керек. Қарайсың, жақсы нәрсе, істеу керек нәрсе, бірақ іштей сенде ол нәрсе бір серьезный нәрсе болып көрінбейді. Шетелде жүреді, там переговор нәрсе, бизнесмен ретінде ал бірақ нәрсе сен сторис түсіріп жүрсің. Сәйкес келмейді.